Мұғалім мектептің жүрегі. Үздік мұғалім болу тек білім беру емес, жүрекпен сезініп, шәкірттің жан дүниесіне үңілу. Үздік мұғалім жаңашыл, үнемі ізденісте жүретін тұлға. Ол заманауи технологияларды меңгеріп, сабақты қызықты әрі тиімді өткізеді. Мен үшін әр оқушы жеке әлем, олардың қабілетін ашу менің басты мақсатым. Мен үшін әр оқушы жеке әлем, олардың қабілетін ашу менің басты мақсатым. Үздік мұғалім оқушының сенімді досы, бағыт берушісі. Ол әр баланың ішкі мүмкіндігін байқап, дамытуға күш салады. Үздік мұғалім ата-анамен тығыз байланыста, әріптестермен ынтымақтастықта жұмыс істейді. Ол ұжымның ұйытқысы. Күретіп жаратқанға таңданам, бала қылған өзіңізде жанға бағым. Үздік мұғалім өзінің ғана емес, шәкірттерінің де жетістігімен мақтанады. Ол табысты тұлғалар тәрбиелейтін шебер. Ахмылдыр Бесетовна қандай ұстаз? Ажарова Ахмылдыр Бесетовна ответственный, инициативный, творческий педагог, проявляет уважительное отношение к своим ребятишкам, эффективно использует современные методы обучения на уроках. Ее уроки очень интересные, насыщены практическими заданиями и является настоящим профессионалом своего дела. Лиля Базингалиевна, Ахмылдыр Бесетовна қандай ұстаз? Ахмылдыр Бесетовна – это очень грамотный, методически подкованный педагог. У нее в сердце очень большая любовь к своей профессии и любовь к детям. Благодаря своим знаниям и отношениям к детям она добивается очень высоких результатов. Олжан Сайлауовна, Ахмылдыр Бесетовна қандай ұстаз? Ахмылдыр Бесетовна білімді, ұлағатты ұстаз. Торғын Ерболовна, Ахмылдыр Бесетовна қандай ұстаз? Ахмылдыр Бесетовна шығармашыл, ізденімпаз ұстаз. Маржан Есболатовна, Ахмылдыр Бесетовна қандай ұстаз? Ахмылдыр Бесетқызы жауапкершілігі мол, мектепшілік, аудандық, облыстық, республикалық жүлдегерлердің бірі. Сәлеметсіз бе? Ахмылдыр Бесетовна қандай ұстаз? Сәлеметсіз бе? Ахмылдыр Бесетқызы өте білімді, білікті, мейірімді ұстаз. Өйткені менің немерем 1-ші сыныпта осы Переменка орта мектебінде 2.90 оқыған еді. Сол кезде ол 3-ші тоқсанда өзінің ата-анасымен бірге Астанада оқуға кеткен. Сол мектеп мұғаліммен салыстыра келіп, 2-ші сыныпта қайттан Ахмылдыр Бесетқызына келді. Өйткені оқушыны өзінің бойындағы қасиеті мен білімділігін өзіне тарта білді деп оған оқып жатыр, жақсы оқиды, ұғымтал, ізденімпаз. Ахмылдыр Бесетқызы әр нәрсеге үйрете біледі, әр нәрсені тез қабылдата алады.